Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Аяқ астынан қонақтарыңыз келгенде оңай және тез салатын рецептісін ұсынамын сіздерге. Жаңа видео рецепттерімді жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Салатқа керекті ингредиенттер бізде сәбіз, картошка, сыр, картофельный пай, піскен тауық еті, көк пиязымыз керек болады. Сәбізде, картошкада бізде піскен, сосын теркадан майдалап алдын ала өткізіп аламыз. Сәбізімізді, сырымызды, картошкамызды барлығын теркадан өткізіп алдым. Енді көк пиязымызды майдалап ұсақтап дайындап аламыз. Барлығын турап болған соң ыдысымызға салып ала тұрамыз. Сосын бізде окорочканы бір күн алдын ала пісіріп, тұзды суға ластыр су кезінде дана-дана әдемі болып туралады. Осында қабығын алып тастайсыздар. Осы окорочканың орнына сіздер ет, колбаса, не бар өздеріңіз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Барлығын кубиктап, майдалап, турап дайындап аламыз. Салаттың ортасына біз майонез қолданамыз. Майонезін осында видеодағыда кішкене қылып кесіп аласыздар. Енді салатымызды осында кесеге жинайтын боламыз. Ең алдымен кесеге бірінші астына етімізді саламыз. Еттің үстіне майонезімізді құямыз. Сосын сәбізімізді салып, қабат-қабат қылып жинайтын боламыз салатымызды. Сәбізімізді салып болған соң, үстіне қайтадан тағы майонез құямыз. Енді майонездің үстіне картофельный пайымызды салып, тағы да үстіне майонез құямыз. Ендігі кезекте көк пиязымызды саламыз. Көк пиязымызды салып болған соң, тағы да үстіне майонез себеміз. Майонезімізді сеп болған соң, піскен картобымызды қолданамыз. Осылай салып болған соң, үстінен қасықтың көмегімен қабат-қабат сайын басып тұрыңыздар, сол кезінде әдемі болып түседі. Ең соңғы осы сырымызды саламыз. Ескертетін жағдай, сіздерде сыр болмаса, жұмыртқа қолдансаңыздар да болады, суға пісіріп. Осындай тарелкамызды жауып, кесемізді аударамыз, сол кезінде салатымыз түседі. Осындай әдемі қабат-қабат болып, әдемі болып көрінеді дастарханда. Ендігі кезекте салатымызды осындай петрушка немесе укроппен, қалаған нәрсеңізбен сәндесеңіздер болады. Біздің салатымыз дайын, тез жасалады. Көріп тұрғандарыңыздай, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, алдағы уақытта менің жаңа видео рецепттерімді бірінші болып көресіздер.